Сәлем достар! Бүгін көпшіліктің сұрауы бойынша қилы күндер түрік сериалында Белгиннің рөлін тамаша сомдап жатқан актриса Фунда Эргиги туралы видео дайындадым. Олай болса, сіздер де менің еңбегімді бағалап, лайк басып, коммент жазып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал кеттік ендеше. Түркияның сұлу сымбатты театр және кино актрисасы Фунда Эргигит 1984 жылы 6 қарашада Нидерландыда дүниеге келген. Ол 4 жасына дейін Нидерландыда тұрып, кейін отбасымен Түркияға көшеді. Фунда Кадирхас атындағы орта мектепте оқыған. Одан кейін Стамбул университетінің халықаралық қатынастар бөліміне оқуға түседі. Оқуды аяқтаған соң Стамбул университетінің мемлекеттік консерваториясының театр факультетінде оқуын ары қарай жалғастырады. Актриса университетте оқып жүргенде-ақ театрға қызыға бастаған. Алғашқы кәсіби тәжірибесін Орман пошташысы спектаклінде алды. Одан кейін Құс атты мюзиклде және де Сенің елің қандай пьесасында ойнады. Фунда Эригит алғаш рет 2008-2009 жылдар аралығында көрсетілген Қымбатты отбасым атты көп сериалы комедиялық мелодрамасындағы Сейхан рөлімен экранға шықты. Ең жақсы туындылардың бірі Қара нағашы. Қазіргі таңда ұлттық арнада қилы күндер атауымен беріліп жатқан сериалдағы Белгин рөлі болды. 2016 жылы актриса Мерием Узели мен Мұрат Илдірім басты рөлдерде ойнаған Түн ханшайымы сериалында Эсра рөлін сомдады. Ол сонымен қатар 2018 жылы көрсетіле бастаған Жан сынықтары деп аталатын сериалда, ал 2020 жылы Соңғы жаз сериалында Жанан рөлін сомдады. Жеке өміріне тоқталатын болса, қазіргі таңда тұрмыста. Жолдасы режиссер Беркун Оямен бірге бір ұл тәрбиелеп отыр. Ұлының есімі Дживан. Актрисаның бойының ұзындығы 166 см, биыл 40 жасқа толады. Инстаграм парақшасында 500 мыңға жуық оқырманы бар. Достар, актриса туралы бар мәлімет осымен тәмам. Алда тағы кім туралы білгіңіз келеді, комментке өз ойыңызды жаза кетіңіз. Назив Ақсақал туралы шығарсам бекен, әлде Ясинді ма? Қалай ойлайсыздар? Сіздермен болған әдеттегідей Асем ТВ арнасының жүргізушісі Асем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.